Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге үй жағдайында дымляманы жасау жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Каналымның одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Бізге ең алдымен ыдысымызға 40-50 граммдай сұйық май керек, және етімізді ұсақтап, осылай турап алып қойып шығамыз. Дәміне қарай қара бұрыш себеміз. Және пиязымызды осылай домалақтап қойып шығамыз. 1-2 үлкен бас пияз және 1 сәбізімізді оны да осылай домалақтап турап қойып шығамыз. Дәміне қарай кішкене ғана приправа себеміз. 1 шағын ғана помидорымызды турап қойып шығамыз. Және менде қызыл сары болгар. Егер де сіздерде свежий болса, ол жүдә жақсы. Менде енді мұздатқыштан алынған. Және де 2-3 түс сарымсақ, яғни чеснок, оны да саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз, қара бұрыш себеміз. Барлық турап алған картошкамызды салып, отты барынша қойып, ыдысымызды отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Қайнағанша, міне қайнады, кішкене картошкасы басылды. Енді бетіне 2 лавр жапырағын саламыз. Батып тұратындай осылай тығып жібереміз арасына. Және жарты шай қасық томат қосылған жарты стакан суымызды құямыз. Бетіне капустамызды қойып шығамыз. Видеом ұнаса, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымның одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Жай отқа қоямыз. 45-50 минутта тамағымыз пісіп шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Каналымның одан ары дамуына септігіңізді тигізіп, комментарий, лайктарыңызды қалдырып кетсеңіздер, мен үшін өте маңызды. Өте дәмді, сулы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Бетіне осылай домалақтап, пиязымызды қойып, бетіне көк шөбімізді қойып, кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Істеп көріңіздер, ас болсын.